Қыздар баршаларыңызға сәлем. Бүгін ең сәтті шығатын балды торттың рецептін сіздерге ұсынамын. Креміне өзім жасаған заварной крем, яғни қатпарлы креммен жасадым. Өте нәзік болып шығады. Бір жасағаннан кейін ылғи жасайтын боларсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шыққан. Ең сәтті рецепттің бірін ұсынамын. Астына барлық қажетті ингредиенттерді жазып кетемін. Алдыменен бір ыдысқа жұмыртқаларды жарып аламыз. Кейін оның үстіне қантымызды қосып, миксерменен көлемі жағынан ұлғайғанша жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Миксер болмаған жағдайда венчикпен араластыруға болады. Кейін осы массамызға сүтімізді қасықтап қосамыз. Кейін балды қосатын боламыз. Қыздар, мен жалпы бұл жерде бірінші жасанды бал дейді ғой, бұл не натуральный бал. Соны қостым бір қасығын, және бір қасығын таза табиғи балды қостым. Бірақ жалпы менің түсінгенім бойынша табиғи балды қосқан дұрыс екен. Сонда менімше жаңағы балды торттың түсі қанығырақ, сонда медовый түс болады. Кейін жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Болды, енді миксерді сөндірсек болады. Енді сары майымызды жалпы негізі комнаталы температурада болғаны дұрыс. Менікі сәл холодильниктен шыққаннан кейін мен осылайна жаңағы алдын ала турап алдым. Егер сіздерде комнаталы температурада болса, бірден қоса берсеңіздер болады. Массамызға қосамыз. Кейін водяной баня деп айтады ғой, сондайға жаңағы қойып қоюымыз қажет болады. Осы массамызды венчикпен араластырып отырып, жаңағы ертіп алуымыз керек. Массамыз, яғни таза саусағымызды батырып көрген кезде саусағымыз күйіп кетпейтіндей дәрежеде болып еруі тиіс. Сол себепті де сары майдың жаңағы ерген комнаталы температурада болғаны жақсы, тез еритін болады. Кейін содамызды жаңағы аламыздағы уксусты үстіне қосып, яғни көпіршіктеп алып, соны жаңағы массамызға қосатын боламыз. Массамыз көпіршіктенеді, және де азғантай мөлшерде көлемі жағынан ұлғаятын болады. Өкінішке орай жаңағы өзімнің жаңағы түсіретін құралым сынып қалып, кішкене алыстан түсірген жағдайым бар. Кейін газдың астын сөндіретін боламыз. Жақсылап тұрып венчикпен араластырасыздар. Кішкене видеода да көрініп тұр, яғни массамыз көпіршіктенді. Енді жаңағы ұнымызды ұн өткізгіш арқылы жақсылап тұрып қосатын боламыз. Қыздар, бұл жерде айта кететін жайт, ұнды мен көрсеткен көлемнен артық қоспауларыңызды сұраймын. Себебі, егер де ұн көп мөлшерде болатын болса, онда балды тортымыз шықпай қалады, өте қатты болады. Алдыменен массамыз әрине қою, сұйық түрде болады, яғни сіздер онымен бірден алып, жаңағы қамырды жая алмайсыздар. Міндетті түрде бұл массамызды ең кемі 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Массамыз қатады. Бұл масса қатады да, яғни жаюға икемді болады. Сол себепті 3-4 сағатқа міндетті түрде тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Ол міндетті түрде. Тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойғаннан кейін масса өте жақсы болады. Міне жалпы 3 сағаттай менде тұрды. Қарасаңыздар, массамыз жаюға икемді. Бірақ қыздар, бірден айтайын, массаменен тез-тез жұмыс жасау керек. Себебі жаңағы қамырымыз үлбіреп, сондай бұлжырап кетуі мүмкін. Сол себепті де осылайна бірден жайып аласыздар. Мен жалпы қамырды 6 бөлікке бөлдім. 6 бөлікке бөлдімде, менде жалпы сонда 6 қор шықты. Осылайна дөңгелекшектеп алдым. Тағы да бір жайт, мен қамырды бірден жаңағы пергамент қағазының үстіне жайдым.
біріншіден ол өте ыңғайлы. Алдыменен жаңағы үстіне азғантай мөлшерде ұн сеуіп жібердім, жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. Жаңағы ұн сеуіп отыруларыңызға болады, бірақ көп емес. Жалпы масса салқын күйінде болғандықтан өте ыңғайлы. Міне қарасаңыздар, қыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана үстінен ақырын жайып отырдым. Жабысқақ болатын болса, үстіне жаңағы ұн себулеріңізге болады. Мен осындай жасадым да, бірден астына форманы қойдым да, противенді қойдым да, бірден қызып тұрған пешке, 180 градуста қызып тұрған пешке салып алдым. Жалпы бір корж, 3-4 немесе ең көп дегенде 5 минуттың ішінде піседі. Барлық корждарды қыздар дәл осы позиция арқылы қайталайсыздар, жаясыздар. Қамыр өте ыңғайлы, жеңіл, жайғанда өте жақсы жайылады. Міндетті түрде дөңгелек етпеңіздер, себебі піскеннен кейін қажетті размерде жасап аламыз. Міне жалпы алғашқы піскен қамырым, мынау қалған жайылып тұрған қамырларым, бір қамырым пеште пісіп жатыр. Кейін осындай табақты алдым да, дөңгелекшіктеп алдым. Қалған бөліктерінің барлығын қыздар мен үгітіп алдым. Ол үстіне себуге. Жалпы бізде осылай, менде торттан қалған қиқымдары ешқашан қалып қоймайды. Бізде үйде бірден жеп қоямыз. Бұларды алдын ала бөлек ыдысқа қойып қойдым. Кейін оны блендер арқылы немесе үстіне оқтау арқылы үгітіп алып себуімізге болады. Осылайынан барлығын қайталап шығасыздар. Пергамент суығаннан кейін бірден алынады. Қатты күйдіріп жібермеңіздер, осындай әдемі түсте болып шығуы тиіс. Енді тортты жинаймыз. Мен бұған қайнатпалы, яғни заварной кремді қолдандым. Астына сілтемесін қалдырып кетемін. Бірінші корж, кейін крем, корж және крем. Қыздар, тағы да бір айта кететін жайт, жалпы кремді өте көп мөлшерде қосыңыздар, себебі корж өз бойына өте көп мөлшерде кремді жұтатын болады. Сіздерге бұлай көрініп қалуы мүмкін, крем көп болып кетті деген секілді, бірақ олай болмайды. Сол себепті де ол бірден өзіне сіңіріп алады. Сонда қалай қысқаша тілмен айтқанда өте сондай сытный болып шығады тортымыз. Сол себепті барлығын жағып шығыңыздар. Қайнатқан мен жалпы қайнатпалық кремім осы бір тортқа жетті. Барлығын жасап шығасыздар, шеттерін бәрін әдемілеусеңіздер болады. Міндетті түрде тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Қыздар, тоңазытқышқа ең кем дегенде 3-4 сағаттай тұруы тиіс. Крем өз барлық корж өз бойына барлық кремді жұтып алады. Торттың жалпы тоңазытқышта тұрғаны дұрыс. Кейін оның үстін мен жалпы классикалық түрде әсемдедім. Жай ғана корждың қалған бөліктерін оқтау арқылы үгітіп, осылайынан жан-жақтарына жағып шықтым. Және де тағы да айтам, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоясыздар. Міне дайын болып шықты. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Менде шамамен 2 сағат тұрғаннан кейін мен шығарған болатынмын. Өте керемет болып шығады. Тіпті туралған кезде міне өте нәзік. Ең бастысы қыздар, қамырды илеген кезде, яғни жасаған кезде ұнды көп қоспаңыздар. Ұнды көп қосып жіберсеңіздер қатты болып қалады қамырларыңыз. Өте нәзік болып шығады. Тіпті кремі табиғи крем, натуральный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.